Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Алтынай, мен тәттіні өте жақсы көремін, бірақ артық салмақ жинағым келмейді. Осы видеода қансыз жидектермен ең дәмді сырникиді қалай жасау керек екенін көрсетемін. 450 грамм творог 5%. Үстіне 2 жұмыртқаның сарысы, ванилин, қант алмастырғыш қосып жақсылап араластырамыз. Чия тұқымдарын қосамыз, немесе мақта болады. 2 ас қасық кукуруз ұнын қосып, вилкамен, содан кейін қолмен жақсылап араластырдым. Енді аздаған ұн сеуіп, видеодағыдай қолымызбен жайып, ішіне қатырылған малина қостым. Малинаның орнына басқа да қатырылған жидектер болады. Бәрінің ішіне жидектер салғаннан соң домалақ етіп қойып шығамыз. Қазір қалай формаға келтіру керек екенін көрсетемін. Достар, сондай-ақ менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео пайдалы болса, лайк басыңыздар. Енді сырникилерді бірінші қолымызбен, сосын стаканмен формаға келтіріп аламыз. Бәрін формаға келтіргеннен соң табаға сырникилер жабыспайтын мөлшерде май қостым. Менде гхи майы. Сырникилерді әр бетін 3 минуттан қызарғанша пісіреміз, және газдың астын басып, баяу отқа қоямыз. Достар, сіздерге де қансыз жидектермен ең дәмді болып шығатын сырникилерді жасауға кеңес беремін. Сырникилерді әртүрлі жеміс жидектер қосып ұсынсаңыздар болады. Видео пайдалы болса, каналға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.